келесі жасайтын рецептіміз аччук деген салат. Пловпен өте жақсы желінеді. Біз бірінші қызыл пиязымызды турап аламыз. Осындай полугорки қызыл және жасыл перестеріміз жіңішкелеп тураймыз. Помидорымызды тураймыз осылай. Неки помидорымызды бәрін пиязды, перецті, кинзаны турап, тұз, бұрыш, паприка қостық, кішкене ғана май құйдық. Енді араластырамыз да осылай тарелкамызға жайғастырамыз. Аччук салатымыз дайын.